қандай адам кірсе, сол осыған төрешілік айтсын дейді ғой. Жақсы айттың, бәріміз де соны қалай шешетінін білмей отыр едік. Қазір кез келген любой адам, анау біздің рудың адамы, мынау біздің ананың рудың адамы деп, чтоб ортасында әділетсіздік болмас үшін, бұл айтқан кезде жеребе сияқты ғой, любой кім кіреді, сол не айтса сол болады дейміз. Болды ма, келісеміз ба дейді, келісеміз деп. Қол алысты бәрі воротаға қарап тұр ғой, қазір кім кіреді екен. Сөйтсе, Аллахтың қалауымен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сол воротадан кіріп келе жатыр. Әне Мұхаммед келе жатыр, Мұхаммед деген әмин ғой дейді. Ең сенімді деген Мұхаммед деген ғой бұл дейді. О, дұрыс айттың деп Мұғира. Сен дұрыс таңдау жасадың. Енді бізге Мұхаммед төрелік жасасын. Осы тасты кім қоятын, қара тасты кім қоятын шешіп алайық. Кейіннен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келгеннен кейін пайғамбарымызбен әңгімелесіп, пайғамбарымыз айтады, онда сендер бейтіндер дейді. Бір жерге кәдімгідей үлкен көрпе немесе шапан қойыңдар дейді. Сол шапанның үстіне барып қара тасты қояды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Енді бағана дауласып жатқан Абдудар-ұлдары бар, Хашим ұлдары бар, қалғандары бар. Осылардың бәрі шеттерінен бір-бір сол тайпаның адамдары ұстасын дейді, үлкендері. Сөйтіп бәрің ұстаңдар, бағанағы құтты бір біз адам қайтыс болғаннан көтереміз ғой, табытты көтерген сияқты. Бәрі жан-жағына көтерсеңдер, бәрің разысыңдар ма дейді. Сөйтіп Қағбаның алдына дейін апарыңдар дейді. Сол дұрыс шешім болады ғой десем. Өте дұрыс айттың. Өте дұрыс шешім айттың. Ешкім бұл тасты біз көтереміз, аналар көтереміз деп отқан кезде сен дұрыс шешім айттың. Сөйтіп тасты бәрі көтеріп отырып, бағана Қағбаның қоятын жеріне келген соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді ешкімде дау тумасын деп, сендер өздерің айттыңдар, кез келген адам осыны төрелік айтады деп, мен төрелігімен өз қолымен тасты осы жерге қоямын дейді. Бәрі соған келісіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қазіргі тастың орнында тұрған жерінде өз қолымен қойып кеткен екен. Деп пайғамбарымыз сол кездегі өте үлкен бір төрешілік жасады. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығы келетін уақыттың алдында бұрын 37 жасынан бастап пайғамбарымызға түстер көріне бастайды. Ол түстер аяни түстер болады. Яғни осы көптеген хадис кітаптарында де алғашқы аяндар, яғни Аллах келетін не деп келді? Түс болып келді деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыздың келетінінде сол заманда бір өте үлкен мәшһүр, өте үлкен ақын болған. Сол бағанағы Указ деген жерді айттық қой. Не болатын? Базар ғой. Сол жерге бүкіл адамдар ағылып келетін жерге, ол кезде шайырлардың заманы болатын. Сол кезде Указға келіп, Құс бин Саида деген ақын, Құс бин Саид деген өте үлкен танымал ақын, Алланың қалауымен бір керемет өлең жолдарын оқиды. Ол өлең жолдарында тыңдаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда арасында тұрып, сол сөздерді тыңдады. Пайғамбарымыз арасында тұр, көлеңкелер біреуге түсіп тұр. Қызық, сол өлең жолдарды соған келеді деп айтады. Ей адамдар, келіңдер, тыңдаңдар, күтіңдер, ғибрат алыңдар. Әрбір тірі жан өлім табады, өлген жоғалады, жазмыш орындалады. Құлақ салып тыңдаңдар, көкте хабар бар, ал жерде ғибрат алатын нәрселер бар. Аллахтың дәргейінде бір дін және Аллахтың жіберетін бір пайғамбары бар. Ол пайғамбардың келуіне өте аз уақыт қалды дейді. Көлеңкесі сендерге түсіп тұр дейді. Қызықты. Аллахтың деңгейінде бір дін бар және алып келетін бір пайғамбары бар. Ол пайғамбарының уақыты өте жақын қалды. Керек болса оның көлеңкесі қазір сендерге түсіп тұр дейді. Пайғамбар саллаллаху арасында тұрған кісілердің арасында. Пайғамбардың оны тыңдағандар және оған иман келтіргендер қандай қасиетті жандар. Оған қарсылық көрсеткендер неткен бетбақт адамдар, өмірлері бос өткен үмметтердің жағдайы құрысын деген өлең оқығанда машһүр. Сол кезде ана кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келетін сол кезде өлең жолдарымен жазған екен. Енді бұл Арабстандағы бағанағы хал ахуалды айттық қой.
адамдардың деңгейі өте қатты, өте төмен деңгейде болатын. Бұл заманда тек қана байға кедейге бөлінетін ақсүйек пен былай шыққан кезде құлдардың замандары болатын. Бұл жерде күштілер өздерінің білгендерін істеп, әлсіздердің мал дүниелерін тартып алатын. Ол мал дүниелерін тартып алуды олар не демейтін? Қорлық деп санамайтын. Ол нормальный дейтін де. Оған елдің бәрі біреу-біреуден тартып алып жатса, анау шамасы жетпей жатса, сондай нәрсе дұрыс деп айтатын. Әйелдерді құлдан төмен санайтын. Әйелдерді құл сақты бір-біріне сата беретін. Қыздарын шырылдатып тірідей көметін. Арақ пен зинаның ең ордасы болған. Зинаның бүкіл түрін істеп тастаған. Арақты суда ішетін. Бұл жердегі олардың жағдайларының ең жаман нәрсесі, ең одан да үлкен ауыр күнәсі, ешкімге де пайда бермейтін, пұттарға қатты табынып, соларды құдай деп санайтын. Оның келіп қағбаның ішіне толтырған заман еді. Енді осынау қиын қыстау заманда бір жарық нұр, бір өзгеріс керек болып отыр. Сол өзгерістің, сол нұрдың келе жатқан иісі сезіліп жатты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жанында келе жатқанын біледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бағана айтқандай, алғашқы уахи түс ретінде келді. Ол бүгін бір нәрсені көрсе, бүгін көреді, дежавю дейміз ғой біз айтқан кез. Ертең тура сол нәрсе болып жатады ғой. Бүгін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бір нәрсені көреді, ертең тура сол нәрселер болып жатады. Пайғамбарымыз сөйтіп өзінен шошынай бастап, адамдар мен жынды деп ойлап қалмасын деп, адамдардан оқшалана бастады. Оқшаланып, өзінің Абдул-Муталиб атасының істеп кеткен нәрсесі бар ғой. Хира өңіріне барып, сол жерде тафаккур жасап, Алланы ойлап, ғибратқа кіретін. Тура сол сияқты атасының барған жеріне ол да кетіп қалатын. Ол да Хира өңірлерінде отырып, адамдардан оқшаланып, Аллахқа өзінше мінәжат жасайтын. Өйткені ол кісі ол кезде ханиф дінінде жүретін. Сол кездегі ойланып, бағанағы Хира өңіріне кеткен соншалық, кейбірде бір күн, 3 күндік тамағын алып кетсе, кейбірде бір апталық кеме қоятын. Сол кезде артынан Хадиша анамыз бір құл немесе өзі барып арасында сол кісіге тамақтарын әкеп беретін болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Хира үңгірлерінің бірінде Рамазан айы болған кезде сол жерге қайтадан кетіп қалады. Рамазан айының 17-ші жұлдызы түн болған кезде алғашқы рет Жәбірейіл алейхиссаламды көреді. Оған дейін ол бір дауыстарды «Ей Мұхаммед» деген дауыстарды еститін. Сол кезде ол өзі шошитын. Осы мен жынданып жатқан жоқпын ба? Сөйтіп ол қайда кетіп бара жатқан кезде, анау Нұр тауының астында тұрған бір тас бар. Сол тас «Ассаламу алейкум» деп амандасатын да. Ана кісі шошитын. Маған тас амандасып жатыр. Маған біреу «Ей Мұхаммед» деп айтады. Енді ол кездегі бір сөйтіп бір дауысты естиді. «Ей Мұхаммед» деген кезде бүйтіп жанына қарайды, бүйтіп бір жанына қарайды, бүйтіп көкке қарағанда көктің бәрі дейді. Жәбірейіл алейхиссалам өзінің бейнесінде жауып қалған екен. Шошып кеткен ғой. Шошқанда сондай келіп, «Иқра» деп айтады. Иқра деген оқы деген сөз деп. Мен оқуды білмеймін деген кезде қайтадан жаныма былай келді дейді. Ана көктегі болып тұрған нәрсе былай келген кезде мен одан басқа ешнәрсені көрмедім дейді. Былай қарасам да Жәбірейіл, былай қарасам да Жәбірейіл, былай қарасам да көзім алдында Жәбірейіл. Маған қайтадан «Иқра» деп айтты дейді. Мен оқи алмаймын деп айттым дейді. Келіп мені бір сықты дейді. Сыққан кезде дейді, мына жаным бүйтіп демалып, уже өлем ба дедім дейді. Өмір бай, бүкіл өмірім көз алдымнан өтті дейді. Деп өліп барқан кезде демім тарылып барып, қайтадан жіберіп, «Иқра» деп айтты дейді. Оқы деп айтты. Осы жердегі біздің ғалымдарымыз көп деген астына не алады? Тахлил, көптеген ғибрат нәрсе алады. Адам баласы оқуға, бір нәрсеге, сабаққа кіріскен кезде осындай нәрседе болу керек. Біріншіден алыстан «Ей оқы» дейміз сабақтар.
Одан кейін бұл сабақ, Құран болсын, мейлі осындай басқа да сабақтар болсын, басқа кіру үшін не істеу керек екен? Мынандай жерге дейін келді деген. Мынандай жерге келді деген нәрсе лишний сотка, связь, басқа нәрселер сені алаңдатпайтын нәрседе былай қарасам да Жәбірейіл, былай қарасам да Жәбірейіл деген кездегі өйстіп келді дейді. Яғни бұл былай келді деген шәкірт пен ұстаздың арасындағы сабақ байланысы осындай болу керек. Сөйтіп алдында қарап тұр, саған ғана оқы, сен бір сотка шұқылай аласың ба? Шұқылай алмайсың ба? Қой ананы оқы, жаз, оқы дегенге дейін.